Сабақтың тақырыбы, тема урока шебер бала, мальчик, мастер, шебер, мастер. Жаңа сөздер: шебер, мастер. Қызығу, заинтересоваться. Қызығу. Айырбастап алу, менять, поменять. Айырбастап алу. Шырпы қораптары, спичные коробки. Шырпы қораптары, коробки, шырпы спичные. Қауіпті, опасно. Қауіпті. Қате, ошибка. Ренжи, обижайся. Раз, правда, верно. Оқы, қайтала, 60-шы бет. Прочитай, повтори, 60-й страницы. Қауіпті, опасно. Қауіпті. Шырпыдан жасалған үй. Шырпыдан жасалған үй. Дом, сделанный из спичек. Шырпы, спички. 31-ші бет, 2-ші тапсырма оқылым. Мырзабек шебер бала. Мырзабек мальчик, мастер. Ол ойыншықтың бәрін өзі жасайды. Он сам делает все игрушки. Ол шырпы қораптарынан әдемі үй жасайды. Он из спичных коробок делает красивый дом. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Иманбек сильно заинтересовался этой игрушкой. Не беріп айырбастап алсам екен деп ойлады. Подумал, что отдать, поменять. Чтобы поменять. Он Мырзабеку, мен саған добымды берейін, я тебе отдам мяч. Сен маған ойыншық үйінді берші, деді. Сказал, ты мне дай, пожалуйста, игрушечный дом. Мырзабек допты алмады. Мырзабек не взял мяч. Ол Иманбекке ойыншық үйді берді. Он отдал Иманбеку игрушечный домик. Мен өзіме тағы жасап аламын, деді Мырзабек. Я себе еще сделаю, сказал Мырзабек. Иманбек, рахмет, деп қуанды. Иманбек сказал спасибо, обрадовался. Айтылым, 61-ші бет, 4-ші тапсырма. Вы должны поставить вопросы. Вместо слова шебер поставим вопрос қандай. Мырзабек қандай бала? Мырзабек қандай бала? Мырзабек какой мальчик? Ответы здесь даны. Мырзабек шебер бала. Мырзабек мальчик-мастер. Ол не жасайды? Нечто. Ол не жасайды? Ол не жасайды? Он что делает? Ол ойыншық жасайды. Он делает игрушки. Ол ойыншықты неден жасайды? Ол ойыншықты неден жасайды? Неден из чего? Он из чего делает игрушки? Ол ойыншықты шырпының қорабынан жасайды. Он игрушки делает из спичных коробок. Вместо әдемі поставим вопрос қандай? Какой? Ол шырпының қораптарынан қандай үй жасайды? Он из спичных коробок какой дом делает? Ол шырпының қораптарынан қандай үй жасайды? Ол шырпының қораптарынан әдемі үй жасайды.
Он из спичных коробок делает красивый дом. Ол ойыншығын кімге берді, кому отдал? Ол ойыншығын кімге берді, кому отдал игрушку? Ол ойыншығын Иманбекке берді. Он игрушку отдал Иманбеку. Жазылым 61 бет 5 тапсырма. Письменно. Жақшаның ішіндегі тиісті сөздерді қойып жаз. Нужно выбрать в скобках нужные слова. Здесь уж подобранные слова, выбранные слова. Шырпының қорабын оттың жанына қойма. Выбрали слово оттың. От – это огонь. Спичные коробки не ложите рядом с огнем. Мырзабек шебер бала. Шебер бала мальчик, мастер. Мырзабек мальчик, мастер. Ол шырпының қорабынан үй жасады. Он из спичных коробок сделал дом. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Иманбек сильно заинтересовался этой игрушкой. Мы подобрали слово ойыншыққа, игрушки. Суреттің орнына сөздерді қой. Вместо картинок вставь слова. Страница 62, номер 6. Айтылым говорение. Иманбек шырпылардан үй жасады. Иманбек из спичек сделал домик. Нұрасыл шырпылардан ұя жасады. Нұрасыл из спичек сделал гнезда или скворечники. А Ертөрі шырпылардан велосипед жасады. Ертөре из спичек сделал велосипед. Әлібек шырпылардан машине жасады. Әлібек из спичек сделал машину.